Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер, оқырмандар, қымбатты педагогтар. Біздің бүгінгі лекциямыздың тақырыбы нағыз өміршең тақырып деп айтсақ болады. Ол енді бала тіліндегі кездесетін ауытқушылықтар мен оны болдырмаудың мүмкіндіктері жайлы сөз болады. Енді біз бәріміз өзіміз ауыл жағдайында өстік. Біз 50-ші жылдары, 60-ші жылдары ауылда өзіміздің туған туысқандарымыздың, көршілеріміздің жанында болдық. Ауылдың әңгімесінің бәріне араластық, сөйлестік, әңгімелестік, сәлем айтып бар дегендердің сәлемін айтып келдік үйге. Сізді сөйтіп жатыр, бүйтіп жатыр деп, көршілеріміздің, апаларымыздың айтқан әңгімелерін тыңдап отырдық. Әкелерімізге көп үлкен кісілер, ересек кісілер қонаққа келетін, олардың әңгімесін тыңдап отырдық, бізді қумайтын. Мұны осындай жағдайда өскендіктен болар, біздің тіліміз әлдеқайда жетік, жаңағы құйып алатын құймақ болдық, және тіліміз сондай жетік болып өстік. Бұл жерде, бұл тұрғыдан алғанда, қала баласына қарағанда шын мәнінде ауыл баласының жетістігі айрықша. Мынау бізді айтады ғой, журналистер, ақындар қайдан шығады, ауылдан шығады деп айтады. Себебі неге дейді? Себебі олар ауылдың ауасын жұтып, ауылдың әңгімесін естіп, ауылдың сөздік қорын бойына сіңірген жандар. Сондықтан оларға қазақы әдемі сөздер, түрлі теңеулер, әртүрлі мына синонимдік қатарлар, әртүрлі мынандай сөз тіркестері фразеологиялық елестей бермейтін, қала балалары біле бермейтін, құлақтарына жағымды, құлақтарына таныс. Ал енді қазір кезде балалардың тілінде ауытқушылықтар өте көп кездеседі. Мен өзім балабақшаның қызмет еткен маман емеспін, дегенмен қазақ тілінің маманы болғандықтан бұл проблемамен, мәселемен жиі кездесем. Себебі мен жұмыс істейтін орталыққа осындай тіл кемістігі бар балалар, тіл ауытқушылығы бар балалар жиі келеді. Тіл ауытқушылығы дегенде қалай айтсам болады? Мысалы, қазақ тілінен балалар берілген мәтінді жетік айта алмайтын балалар бар. Ойын түгел жеткізе алмайтын балалар бар. Жартылай айтып, жартылай тоқтап мүдіріп қалатындар бар. Келістіріп сөйлей алмайтындар бар. Есінде сақтай алмайтындар бар. Мәтінге жоспар құра алмайтындар бар. Қазіргі кезде класстан сыныпқа көшкен сайын эссе жазу деген проблема көп шықты. 10-9 сыныптарда тіпті эсседен емтихан тапсырады. Сондықтан бұл жерде бала өте көп қиналады. Бұл қазақ сыныбындағы балалар. Енді орыс сыныбын бітірген балалар, орыс сыныбында оқитын балаларда бұл мәселе екі есе көп десек болады, екі есе артық десек болады. Бұл жаңағы тілі жетіспей тұратын балалар, ойлауы, тілдік ойлау мүмкіндігі жетіспей тұратын балалар. Сосын енді әрине жас балаларда тілі жақсы дамымаған, жақсы шықпаған балалар кездеседі. Әріп бұзып айтушылар, дұрыс сөйлемейтіндер, сөздің сөйлемді түгел айта алмайтындар тұтас, осындай балалар кездеседі. Бұл енді үлкен ауытқушылық әрине. Ата-аналар бұл тұрғыда қатты қиналады, мамандарға жүгіреді. Бұндағы мамандар кімдер? Дефектологтар, логопедтер және психологтар. Сосын дәрігерге барады ата-ана, олар алдымен дефектологқа жібереді. Дефектолог өзінің қолынан келіңкіремейтін болса, психологқа жібереді. Логопедке барады алдымен бала, сосын ол дефектологқа, дефектолог қажет болған жағдайда психологқа жібереді. Егер де осындай 2-3 маманның алдынан өтетін болса, демек бала тіліндегі ауытқушылықтар анағұрлым қиындау деген сөз. Енді осыны болдырмаудың мүмкіндігі бар ма? Бұл қалай пайда болады біріншіден? Енді оны болдырмаудың мүмкіндігі бар ма? Бола қалған жағдайда жоюдың мүмкіндігі бар ма? Бүгінгі әңгіме осы жайлы болмақ. Бүгінгі әңгіменің негізгі тақырыбы бірінші тіл ұлт мәдениетінің қайнар көзі деп алдық. Екінші бала сөйлейтінінің патологиясы немесе тіл мүкістігі жайлы дедік. Үшінші сөйлеу қабілеті бұзылған балалардың ерекшелігі. Төртінші мәселе мектеп жасына дейінгі балалардың сөйлеу дағдысын дамытудың жолдары. Тіл деген шын мәнінде ұлт мәдениетінің қайнар көзі. Қай мемлекетте адам өмір сүрсе, сол мемлекеттің тілінде таза, анық сөйлеуге міндетті. Бұл конституцияда белгіленген құқық, оны бұзуға ешкімнің жағдайы жоқ, мүмкіндігі жоқ, құқығы да жоқ. Тіл арқылы, себебі тіл ең қажетті адамның болмысты тануында, табиғатты тануында, тіпті болмаса бірін-бірі тануында тілдің мүмкіндігі өте мол. Тіл арқылы әр халықтың ұлттық дәстүрі, сана сезімі, сөйлеу, ойлау тәсілі, тіпті мінез құлқы мен мәдениеті де бейнеленеді.
Қазақша сөйлеу деген сөз ол тек қана қазақ тілінде өзіңнің айтатын күнделікті тұрмыстық сөзіңді жеткізу деген сөз емес. Қазақ тілінде таза сөйлеу деген сөз қазақ тілінің мәдениетін жеткізу, қазақтың мінез құлқын жеткізу, қазақтың сөйлеу, ойлау тәсілін, сана сезімін жеткізу деген сөз. Бір сөйлемді бірнеше жолдармен айтуға болады. Мысалы, сіздің бұны айтатын мүмкіндігіңіз бар ма? Бұл әдемі сөйлем. Сіз бұны айта аласыз ба? Бұл да әдемі сөйлем. Сіз бұны болдырмай, бұны жасайтын жағдайыңыз бар ма? Бұл да әдемі сөйлеу. Мұның барлығы, сөйлейтін адамдардың барлығы бұлай ұйқастырып әдемі сөйлей бермейді. Бұл неге байланысты? Бұл қазақтың ұлттық сөйлеу мәнерін жете меңгермегеніне байланысты. Тіл дегеніміз азаматтың қоғамдық тарихи тәжірибесінің қорытындысы ретінде адамдарға берілетін құрал, яғни қарым-қатынас құралы. Бұл тілдің ең бірінші функциясы. Тіл қарым-қатынас құралы. Бірақ ол туа біткен емес, онтогенез процесінде баланың ақыл-ойының дамуымен қоса жүреді. Баланың ақыл-ойы дамиды, соның нәтижесінде баланың тілі де дами бастайды. Бірте-бірте баланың бойында шартты рефлекс қалыптасады. Тілдің негізгі қызметі бірін-бірі сөйлеу десек, пікір алысу десек, негізінен алғанда адам өзінің кез келген ойын тіл арқылы жеткізеді. Жақсы ойында, жаман ойында тіл арқылы жеткізіп, тіл арқылы сол жеткізу арқылы өзінің тиісті жауабын алады. Тілдің түрлі құбылыстарды тіл ғылымының әр саласы қалыптастырады. Мысалы, тілдегі сөздер мен оның барлық жиынтығы ол лексикология саласында. Онда былай деп айтады: қазақ тіліндегі сөздік қор. Бұл кәдімгі қазақ тілінің грамматикасын өткен кезде арнайы айтылатын бөлім. Қазақ тіліндегі сөздік қор. Қазақта қандай сөздер бар деген сияқты. Ал екіншісі олардың барлығының олардың дыбыстық жүйесі, сол сөздік қордың дыбыстық жүйесі. Бұны үйрететін фонетика. Қандай дыбыстардан тұрады, олар қайсы қалай айтылады, біріккен жағдайда қалай айтылады, біріккен дыбыстар. Мұның барлығы фонетиканың негізгі мәселесі. Үшіншісі, қазақ тіліндегі сөздердің формалары, ол морфология, сөз таптары. Мынау заттың атын білдіреді, мынау заттың сынын білдіреді, мынау заттың санын, көлемін, тағы басқа қимылын дегендей қызметтері анықталады. Мұны зерттейтін морфология. Ал енді қазақ тілінде сөздерді қалай ұйқастырып сөйлеу керек, оны қалай өз-өзінің орнымен қолдану керек, басын аяғын бас етіп жатпай, кәдімгі өз-өзінің орнымен тұру керек деген зерттейтін сала, ол қазақ тілінің синтаксистік саласы деп есептеледі. Бұл тілдік салаларды міндетті түрде білудің қажеттігі. Енді қазіргі кезде, бұрынғы кезде мектеп бағдарламасында осы салалар жүйесімен оқытылатын. Әуелі бала фонетиканы түгел ұғып алатын, одан кейін сөздік қорды ұғып алатын, лексикологияны, одан кейін барып лексикология қор дегенде жаңағы сөздің түбірі қайсы, жұрнағы қайсы, қосымшасы қайсы, жалғауы қайсы дегендей. Бұдан кейін барып ол синтаксис, морфологияны, бұл қандай сөз таптары, қазақ тілінің 9 сөз табы. Одан кейін барып синтаксис, сөйлемдердің құрастырылу жайы. Қазақ тіліндегі жаңағы жай сөйлемдер мен құрмалас сөйлемдер, олардың рөлі, жай сөйлем мен құрмалас сөйлемді ажыратудың себебі не, ойдың күрделілігін білдіруі, ойды жай қарапайым түрде білдіруі деген сияқты мәселелерді жүйелеп оқытылатын. Қазіргі кезде бұл енді басқаша болып тұр. Қазіргі бағдарламада бұндай жүйелік аздап жойылды. Балалар жаңағы бір жерде тілдің дыбыстары туралы мағлұмат алады, екінші бір тақырыпта синоним туралы мағлұмат береді, үшінші бір тақырыпта бастауыш, бұл сөйлемдегі мынау бастауыш деп кетеді. Сондықтан бұл жүйе аса көп біз сияқты бұрыннан келе жатқан тәжірибелі мұғалімдерге аса көп ұнамайды. Екіншіден, бала ертең күні 6 сыныпты бітіріп, жаңағы КТЛ-ға биыл дейміз кезде, бұл кезде нешқа оқуға түсерде, бұл жүйелілікті бәрібір ол жердегі емтихандар талап етеді. Сондықтан да қалай болғанда да тіл үйренуде бұл жүйелілік сақталу керек. Қазіргі кезде сөздерде екі түрі бар: ауызша сөйлеу және жазбаша тіл деген. Ауызша сөйлеу және жазбаша тіл. Ауызша сөйлеу дегеніміздің екі түрі бар. Біреуі диалогтық тіл, біреуі монологтық тіл. Бұл диалогтық тіл деген екі адамның кезектесіп сөйлесуі, бір-бірімен пікір алмасуы, бір сұрақ екіншісіне жауап беріп отыруы. Ең бір қарапайым сөйлеудің ең қарапайым түрі осы диалогтық сөйлеу. Екінші түрі монологтық сөйлеу. Бұл монологтық сөйлеу дәйекті түрде бір кісінің өзінің ойын баяндап жеткізуі.
өзінің ойын. Айтайық, өзінің табиғат жайлы пікірін, анасы жайлы, әкесі жайлы ойын, денсаулық жайлы өзінің пайымдауын, немесе болашақ арманы жайлы өзінің ойын дәйекті түрде баяндап жеткізуі бұл монологтық сөйлеу деп аталады. Екінші түрі тілдің жазбаша тіл. Бұл сөйлеу тіліндегі адамның айтқан ойының жинақталған дыбыстармен бейнеленуі. Бұл негізінен графикалық бейнелену деп аталады екінші жағынан. Сонда баланың осы екі түрлі сөйлеу тілін толық меңгергенде ғана бала әдемі сөйлеуге дағдыланады. Сөйлеуді игеру деген сөз баланың нәрестелік жасынан бастап қалыптасады. Айтайық, 1 жасқа келген кезде бұны ерте сәбилік шақ деп айтады. Тілді дамыту үшін ең бір сезімтал кезең жүзеге асады. Оны сензитивті кезең дейді. Бала жан-жағына қарап, бақылап, қай сөз кім не айтып жатыр, құлақ қойып, түсініп, ұғынып, ол сөздің мәнін түсінуге тырысады. Бірте-бірте ол төңірегіндегі айтылған сөздерді игере бастайды. Енді 2 жасқа келгенде баланың тілі дамиды. Жайлап баланың сөйлеуі қарқынды жүре бастайды. Сонымен сөйлеу тілі бұзылған балаларда, ал енді сөйлеу тілі бұзылған балалар жазу тілінде де көп мүмкістік көріп қалады. Қалай сөйлесе, солай жазып отыратын болады. Қалай қате сөйлесе, солай қате жазатын болады. Бұл тұрғыда бастауыш мектептегі мұғалімге өте көп жүк артылады. 1,5 жасқа шейін бала, ғалымдардың айтуынша, өзімізде көріп жүрміз, 30-40-тан 100-ге шейін сөзді үйренеді екен, 1,5 жасқа шейін. Оны қолданады да. Бірақ әлі мүдіріп сөйлейді, еркін жеткізе алмайды, әр сөзді жеке-жеке айтады, оны өзіңіз білесіз. Енді елеулі өзгеріс бала тіліндегі 2 сөзді қосып сөйлеу, 2 сөзбен айтылған сөзді түсіну, оған жауап берсе, тілмен жауап бермесе, басын изеп, немесе басын шайқап жауап беру. Яғни тілді органикалық түрде өзіне қабылдау осы 1,5 жастың аяғына қарай пайда бола бастайды. Сәби енді өз бетінше бір заттарды атап отырады. Өзі, мынау не десең өзін атайды. Енді біз білеміз ғой әлгі. Басында тіл үйреткенде, ұғымталдықты үйреткенде қазақ неден бастайды? Құлағың қайсы, бала үндемей көрсетеді, аузың қайсы, аузын ашады, қолың қайсы, қолын көтереді. Осылайша басталады. Ал енді кейін осыны айтқызасыз, нан де, апа де, ата де. Кейін келеді де, сен кімнің баласысың деп әлгі Тұрсынбек айтқандай біле тұрып кімнің баласысың деп сұрайды дегендей. Кімнің баласысың дегенде ол апа бала, ата бала 2 сөзден қоса бастайды. Осылайша сөйлеудің дамуы қарқынды түрде жүзеге аса бастайды. 2 жастың аяғынан келгенде бала 300-ге шейін, ал 3 жастың соңында 1,5 мыңға шейін сөзді игеру керек екен. Бұл баланың даму қарқынының дұрыстығын көрсетеді. Бұлған енді неге бұл жағдайды айтып отырмын? Бұл осыны әрбір ата-ана өзінің есінде сақтау керек. Сосын мен мына лекция оқығанда жазбаны қоса беріп отыратыным, өзімнің суретіммен жеке сөйлеп отыруға да болады. Ал енді қоса беріп отыратыным, сізде жаңағыны көшіріп алсын, суретке түсіріп алсын, қажет жағдайда пайдалансын деп ойлаймын. Осы мәселені еске сақтағандарыңыз жөн. Тілдің грамматикалық құрылысын игерудің де даму кезеңдері болады. Мысалы, бірінші кезең 1 мен 2 жасқа шейін түбірлі сөздерден құралатын сөздер айтылады. Тек қана түбір сөздерден құратын сөздер естіледі. Мысалға, кітап, шай, нан, қан. Біздің үйдің балалары нан май деп сөйлейді, нанға май жағып берді. 2 сөзден айтады. Екінші кезең 3 жасқа дейін созылады. Бұл енді бала нақты заттық қатынастарды бейнелейтін сөздердің грамматикалық мәндерінде бағдарала бастайды. Егер сәбилік шақта бала ана тілін меңгеру жағынан негізгі сөздің синтаксистік құрылымын, грамматикалық формаларын, дыбыстарын игеріп отырса, онда ол бала жетістігі өте мол болады. Осылайша белсенді сөйлеуді қалыптастыру арқылы баланың бүкіл психикасы әдемі дамитын болады. Енді бұл жерде айта кететін нәрсе, қандай ата-ана болмасын, педагог болмасын, педагогты ата-ана ғой енді, білуге міндетті нәрсе не? Осылайша жүйе мен тілі дамып қалыптасқан жағдайда, дағдыланған жағдайда, болашақта баланың сөйлеу еркіндігі тұтастай орын алатын болады. Бар ғой сондай жақсы, керемет тамаша оқушылар болады, кездесіп қалады. Айтсаң бұл сұраққа қандай етіп жауап бере қояды.
жаныңыз сүйсінеді. Бұлар қайдан шығады? Бұлар осылайша кішкентай кезінен сөйлеу дағдысы жақсы қалыптасқан балалар. Ол қайдан болады? Оны кейін келеміз. Ол үйдегі ата-аналар мен үлкендердің сөйлеу дағдысы жақсы қалыптасқан семьядан шығады, отбасынан. Тіл дамытуды қалыптастыруда қарым-қатынастың маңызды рөл атқаратыны белгілі. Бала үнемі айналасындағы адамдармен қарым-қатынаста болады. Ата-анасымен, әпкелерімен, ағаларымен. Бұның барлығы бір үлкен қарым-қатынастық күрделі процесс. Солармен сөйлесу арқылы, ойнау арқылы, өзінің алдындағы тете баламен ойнау арқылы, өзінен кейінгі кішкентай баланы ойнап үлкеннің үйретуі арқылы, бір-бірімен диалогқа келу арқылы. Кейде байқап отырсаңыз, тете бір екі бала ойнап отырғанда, үлкені сөйлеп отырады. Кішісі соны сөзі шықпаған бала болса да, түсініп, мақұлдап, соның айтқанын ұғып отырады. Істе дегенді істейді, қойып қой дегенді қояды дегендей. Ойыншық ойнағанда бұл өте жақсы көрінеді. Мектеп жасындағы дейінгі бала осылайша үлкендерден үйренеді сөзді. Бақшаға бармаған балаларда, үйде жүргенде үлкендерден төңірегіндегі сөздерді, айтылатын әңгімелерді таниды. Бұл сөз деген бұл педагогтың еңбек құралы. Сөйлемейтін баламен жұмыс істеу өте қиын педагогқа. Сөйлеген баламен ғана жұмыс істеу оңайға соғады. Қай пәнде болса да, мейлі ол тіпті сөйлеуді көп қажет етпейтін математика пәні, физика пәні, химия пәні, бәрібір дәлелдеу үшін сөйлеуге керек болады. Сондықтан сөз нағыз педагогтың қолындағы қажетті құрал. Бұл жерде баланың ақыл-ойын дамытуда, сөйлеуін дамытуда кімнің рөлі басым десек, ол әрине отбасында ата-ананың дейміз, және білім мекемесінде тәрбиешінің рөлі басым дейміз. Бұл жерде балаларға көп ықпал жасайтын әрине оларға айтылатын күнделікті әңгіме, күнделікті балалармен жасалатын диалогтар, сосын балаға оқылатын ертегі, қызықты әңгіме, өлең, тақпақтар. Бұларды балалар ата-ана қызық көріп қана сен қайталап айтшы деп отырады кейде. Осы қайталаулардың балаға беретін рөлі ерекше. Бұл жерде балабақшаның рөлін айрықша атап өту керек. Себебі ол жерде жаңағы іс-шаралар өте көп жүреді. Ана мерекеге байланысты, мына мерекеге орай дегендей. Іс-шаралардың әрқайсысына тәрбиешілер ерінбей, жалықпай өздерінің бағдарламасының негізінде жаңағы балаларды тақпақтар береді, үйретеді, айтқызады, жаттатады. Бала енді өзінің үйінде жүргенде еркелікке баспайды. Әрине жерде берілген тапсырманы ұқыпты орындау арқылы оның тілі дамиды, шығармашылығы дамиды. Осылайша баланың ақыл-ойы осылайша әдемі қалыптаса бастайды. Бала тілінің дамуы негізінен эмоцияға да байланысты. Бұл ата-ананың, әке-шешенің, үлкен кісілердің үйдегі баланың істеген ісіне сүйсініп, оны бағалап, қандай жақсы, қандай керемет, қалай әдемі жасадың, қалай әдемі сөйлейсің, қалай әдемі айттың деп үнемі қолпаштап отырудың баланың тілін дамытуда да рөлі ерекше. Сондықтан сосын үйге келген кісілермен амандасу, үлкен кішімен сөйлесуі, келген кісілердің баланы әңгімеге тартуы, бұның барлығы отбасында жүретін процестер. Бізде қазақта даладан келгенде балаларды амандастырады. Амандас атаңа, апаңа амандас. Енді өкінішке орай қазіргі жағдайда бұл енді үлкен қала жағдайында әсіресе үлкен кемшілік деп айтсақ болады. Бала өзінше өмір сүреді. Ол келген кісілерде шаруасы болмайды дегендей, өз ойыншықтарымен өзі үлкен кісілер ғана келіп, мынау сен үлкенің бе, кішің бе деп қойғаны болмаса, ешкім оларды әңгімеге де тартпайды, сөзге де тартпайды. Бала өзінше бір әлем, келген қонақ өзінше бір әлем. Өзіңіз бе? Бұрынғы жағдайда қалай болған? Әсіресе ауыл жағдайында баламен сөйлескен, әке-шешесінің қайда екенін, жасының қанша екенін, тағы басқа да кімді жақсы көретінін, қандай ойыншықтары бар екенін, кім болғысы келетінін, күресе аласың ба, ойта аласың ба, бүйте аласың ба, өлең білесің бе, тақпақ білесің бе? Мұның барлығы үлкен адамдардың тарапынан балаларға жасалған үлкен жақсылық деп айтар едім. Үлкен жақсылық, олардың болашағына жол ашу. Міне осылайша отбасындағы баламен жүргізілетін әңгіме баланың тілін дамытуда үлкен рөл атқарады екен. Оның баланың алғашқы ата-анасы сол отбасындағы өзінің ата-анасы, ұстазы өзінің ата-анасы және аға әпкелері деп айтамыз. Екінші, баланың сөйлеу тіліндегі патология немесе тіл мүкістігі жайлы айтайық енді. Тіл мүкістігі дегеніміз не? Тіл мүкістігі дегеніміз баланың сөйлеу қабілетінің психофизиологиялық механизмінің бұзылуы. Психофизиологиялық, яғни физиологиялық тұрғыдан,
тілінің дамымай қалуы, сөйлеушінің сөйлеу тілінің қоршаған ортаға тән мөлшерден ауытқуы. Тіл кемістігі дегеніміз. Тіл кемістігін зерттейтін ғылымның саласын логопедия дейді. Логопедия сөйлеу тілі кемістіктерінің, оның бұзылуының себептерін, болдырмаудың жолдарын және әртүрлі жолдармен түзетудің тәсілдерін зерттейді. Бұл үлкен ілім, үлкен ғылым. Енді оның бастамасы әрине орыс ғылымында шыққанын білеміз, Левин, Выготский. Көп адамдардың керемет тамаша әдебиеттері бар. Оны біздің логопед, психолог ғалымдарымыз оқиды, олармен қаруланады, өз еңбектерінде пайдаланады. Сонымен баланың сөйлеу тілінде енді кемістіктер немесе ғылыми тілде айтсақ патология кездесіп отырады екен. Енді жиі деп айтуға ауыз бармайды әрине, дегенмен бала тілінде осындай кемшіліктер бар. Бүгінгі әңгіменің негізгі өзегі осы тақырып. Ғалымдар сөйлеу тілінде кемістіктерді екі бөлімге топтастырады. Біріншісі клиникалық педагогикалық топтастыру. Екіншісі психологиялық педагогикалық топтастыру. Клиникалық педагогикалық дегеніміз бұл классификация бойынша сөйлеудің түріне байланысты. Бұл ауызша және жазбаша тіл кемістіктері болып екіге бөлінеді. Бұл клиникалық педагогика. Ауызша деген не? Тіл дыбыстарының айтылуының бұзылуы, бір дыбысты дұрыс айтпау. Екінші, сөйлеу тілінің толық жетілмеуі. Мұндай тіл кемістіктер логопедия белгілі бір терминдермен белгіленеді. Мысалы, дислалия. Бұл неге байланысты? Бас мидың үлкен жарты шарының зақымдануы салдарынан тіл бұзылады екен. Дисфония. Сөйлеу аппаратының дауыс шығару қабілетінің бұзылуы. Сөйлеу аппарат деген не? Ауыз қуысындағы тіл, тіс, таңдай, осылардың дауыс шығару қабілеті бұзылады. Афония. Мүлдем дауыстан айырылады. Дизартрия. Дыбысты айтудың және сөйлеу тілінің просодикалық бұзылуы. Ринолалия. Сөйлеу аппаратының анатомиялық, физиологиялық жағынан дыбыс шығаруының бұзылуы. Ринолалияға шалдыққан балалар мұрыннан сөйлейді. Брадилалия. Өте жай, созылмалы, дауысты дыбыстың бұзылатыны. Сонымен бірге артикуляциялық қайқындықтың бұзылуы. Тахилалия. Патологиялық түрде баланың ырғақты сөйлеу мәнерінің бұзылуы. Өте жылдам сөйлеу. Сөйлеу тілінің жүйелі түрде бұзылуы. Яғни бала тең дәрежеде сөйлей алмайды. Біресе асығып, аптығып, тапырақтап тез сөйлейді. Сөзі түсініксіз шығады. Немесе керісінше өте сылбыр жай сөйлейді. Сөздерді құрастырып сөйлеу өте баяу. Алалия. Фонетикалық есту қабілеті мен интеллекті сақталған бас мидың зақымдануынан болатын сөйлеу тілдің бұзылуы. Афазия. Бас мидың зақымдануынан болатын қалыптасқан сөйлеу тілінің органикалық жағына бұзылуы. Енді мен мұны байқап отырсыздар, енді ежіктеп оқып отырмын, айып етпейсіз. Себебі мен маманмын, тіл маманымын. Дегенмен бұл мәселенің барлығы психологтың, физиологтың, жаңағы логопедтердің, дефектологтардың көп зерттейтін тақырыптары. Олар балалардың кемістігі бар балалар келген кезде, олардың сөйлеу жағдайын тексере отырып, осы атаулардың қайсысына тән екенін біледі, зерттейді. Сонан кейін барып оларға тән ем шараларды жүргізе бастайды. Демек, сөйлеу тілінде осыншалықты кемістіктер кездеседі екен. Біз оған енді әрине мән бере бермейміз. Сөйлеуі нашар екен ғой деп қол сілтеп қоя саламыз. Мына бала неге түсініксіз сөйлеп тұр? Ай, мына баланы түсіну қиын екен дей саламыз. Қолымызды сілтей қоямыз. Ал бұлай қарасақ, бұл баланың тағдыры, баланың болашақ өмірі. Кей жағдайда жаңағыдай кейбір балалар жақсы сөйлей алмағандықтан қысылып, ұялып, оның психикасына көп ықпал жасайды, кері ықпал жасайды. Немесе кейбіреулер балалардың мазақтауынан, сөзін түсінбегеніне кемістік ретінде қарағандықтан намыстанып мектепті де тастап кететін балалар болады. Оның кезінде қарастырамыз. Мұндай мәселелер бар. Екінші, бұл ауызша сөйлеуде кемістік. Екінші, жазбаша сөйлеу тілінің бұзылуы. Бұл бұзылу түрінде бұзылу негізінен екі топқа бөлінеді. Дисграфия, оқу процесінің жартылай бұзылуы, дислексия, жазу процесінің жартылай бұзылуы. Оқу процесіндегі жазу процесі мүлдем қалыптаспаса, оны аграфия деп айтады екен. Демек, оқу процесінің жартылай бұзылуы дегенді қалай түсінуге болады? Яғни, оқи алмайды. Еркін оқып кете алмайды бала. Әріптердің бәрін жақсы таныған, меңгерген, білген, бірақ оны еркін оқып, еркін түсінікті, ұғынықты етіп мәтінді оқып жеткізе алмайды. Өз оқығанын өзі түсінбейді.
Бұл оқу процесінің бұзылуы. Жартылай. Әйтеуір 1,5 мәселе не туралы екенін ол біледі. Ұғады. Бірақ кәдімгі мәтіннің енді бізде былай ғой қазір мынандай жағдай пайда болды мектеп бағдарламасында. Мәтін береді, аяғында тест сұрақтарын береді. Тест сұрақтарына жауап беру үшін мәтіннің мағынасын, мазмұнын түгел түсіну керек қой. Міне осы жерге келгенде бұл кемшілік өте қатты байқалады. Менің алдыма онлайн сабақтарыма болсын, офлайн сабақтарыма болсын, балалар келеді. Мен мәтінді оған оқытам, баланың түсінбегенін білем. Өйткені ол өте нашар оқиды. Сосын барып маған ол мәтінді өзіме қайтадан түсіндіріп барып, қажетті сұраққа жауап алуға тура келеді. Бұл дисграфия, оқу процесінің бұзылуы. Екіншісі дислексия деген жазу процесінің жартылай бұзылуы. Ол енді оқуды түсінгенмен, соны дәйекті түрде жеткізіп жаза алмайды. Кәдімгі тілді жақсы меңгерген баладай алып кете алмайды. Қазіргі уақытта сөйлеу тілінің кемістігі бар балалар саны және логопедиялық көмекті қажет ететін балалардың пайызы өсуде. Осыған орай осы категорияда тұлғаларға көптеген көмек көрсетудің қажеттігі туындайды. Жалпы білім беретін мектептегі инклюзивті білім деген жоба жасалынған. Бұл жоба бойынша психологиялық педагогикалық көмек қызметі жүзеге асырылып жатыр. Оның құрамына кімдер кіреді? Мектептің әкімшілігі, психологтар, логопедтер, мұғалім-дефектологтар және сынып жетекшілері кіреді. Инклюзивті мектептегі логопедиялық қызмет жүйесі бастауыш сынып оқушыларының сөйлеу тілі бұзылыстарын түзетуде маңызды рөл атқарады. Демек, бұл осы қазіргі кездегі сөйлеу тілінде кемістігі бар, ауытқушылығы бар балалардың, енді кемістік деп айту ыңғайсыз әрине, ауытқушылығы бар балалардың көбеюіне байланысты. Осындай бағдарлама жасалған, жоба жасалған, болған жаңағы мектептің әкімшілігінен бастап логопед психологтарға шейін құрамына кіреді. Осындай балалармен жұмыс істеудің тиімді жолдарын жолға қоюға әрекет жасайды. Логопедиялық қызмет деген қызмет жүйесінің мақсаты не? Бірінші, сөйлеу тілінің әртүрлі ауызша және жазбаша бұзылыстарын реттеу. Негізгі мақсаты. Мектеп оқушыларына логопедиялық көмек көрсету. Екінші, даму мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту, тәрбиелеу. Үшінші, оларды әрі қарай әлеуметтік бейімдеу және қарым-қатынасын жағымды әрі тиімді жағдайларын құру. Яғни айтқанда осындай балаларға лайықты орта тауып беру. Жеті жөнделмеген жағдайда. Түсіндіңіз ғой. Яғни айтқанда бірінші қызмет жүйесінің негізгі мақсаты сөйлеу тіліндегі әртүрлі ауызша жазбаша бұзылыстары бар, ауытқушылықтары бар мектеп оқушыларына логопедиялық көмек көрсету. Екінші, негізгі мүмкіндігі шектеулі, даму мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту, тәрбиелеу, және үшінші, оларды әрі қарай әлеуметтік бейімдеу орталықтарымен жағдайларымен қарым-қатынаспен қамтамасыз ету. Яғни балаларды назардан тыс қалдырмау деген сөз ғой. Реттеу, бейімдеу, орналастыру. Логопедиялық қызмет. Енді ата-аналар бұл жерде рөлі ерекше. Баласы болғасын, олар әрине балаларын өте жақсы көреді, қимайды, кемшілігі бар, кемістігі бар деген сөзді олар қабылдамайды. Олар не дейді? Мән бермейді. Өсіп кетеді, қойып кетеді. Немесе мектепке барғанша сөйлеп кетеді. Осылайша үмітпен қарайды. Даже 3-4 жастағы баланың сөзі түсініксіз болып жатса, мән бермейді, әлі жөнделеді, әлі үйреніп кетеді. Балалардың ортасында көп ата-аналар өкінішке орай балалардың осындай тіліндегі ауытқушылықтарды бүгінгі теледидардағы көп тілділікке жатқызады. Орысша мультфильмдер көреді, қазақша мультфильмдер көреді. Шын мәнінде баланың ойлауы шашырайды. Қай тілдің қай тіл екенін білмейді, содан определенно анық бір тілдің сөздері оған қалыптасып орналаспайды. Осылайша баланың ойы жан-жаққа ауытқып жүгіргендіктің арқасында бала белгілі бір тілде еркін сөйлей алмай қалады. Енді бүйтіп толық бұлай ақталуға болмайды, себебі мультфильмді баланың барлығы көреді әрине, сондықтан барлығында кемістік бар деп айтуға болмайды. 1 жасар бала кем дегенде 10 сөз айтуға тиісті едік, өткенде айттық. 2 жаста баланың сөз қоры 300-ге жету керек, ал 3 жасар бала күрделі сөйлем құрып сөйлей беру керек. Толығымен сөйлей беру керек. Енді тағы бір кемшілік балада кездесетін кемшілік бұл сақаулық.
сақаулықты еліктеуден де болады, еркеліктен де болады. А кейбір сақаулықтар тілі мүкіс болғандықтан, немесе кейбір сақаулық өте жылдам сөйлейтін адамдардың қасында. Тілі мүкіс адамдар баланың жанында, және өте жылдам сөйлейтін баланың жанында жүрген балалар да сақаулық кездеседі. Ол оларға еліктеуден болады. Сөйлеу тілі мүкісінің ерекшеліктері қандай? Мысалы, дислалия деген қандай ерекшелік? Сөйлеу тілі мүшелерінің анатомиялық кемістіктерінен балалардың сөздерінің бұзылып айтылуы. Мысалы, органикалық дислалияға тіл асты желбезегінің тым қысқа болуы. Көрдіңіз, бұл анатомия физиологиялық жағдай. Тіл астындағы желбезек тым қысқа болса, соның әсерінен тілдің ұшы жоғары қарай емін-еркін көтерілмейді екен, дағы қимылдай алмайды екен. Тіл тартылып тұрады, астындағы желбезек қысқа болғандықтан тіл тартылып тұрады да, емін-еркін тіл таңдайға тимейді. Соның арқасында дыбыстар бұзылады. Соның кейін органикалық дислалияға жататын кемістік реналия, яғни жұқа таңдайдың қысқалығы, таңдайдағы паралич. Көрдіңіз бе? Мұндай да керемет кедергілер болады екен. Ашық реналия деген, жабық реналия деген екі түрі бар. Ашық реналия деген сөйлеген уақытта ауа ауыз және мұрын қуысы арқылы өтеді. Сонымен қатар тілдің ауыздың ішінде зорға сиып тұратын өте етженді, немесе өте кішкентай жіңішке болуы да тілдің дыбыстарының дұрыс айтылуына қиындық әкеледі. Ал жабық реналия ауа тек ауыз арқылы өтеді. Бұл әсіресе м, н дыбыстарын аталғанда білінеді. Жабық реналияның себептері мұрын қуысының бітелуі, мұрын қуысындағы ісіктер, мұрын қалқасының қисайып қалуы. Реналик балалар өте әлсіз болады дейді. Осының өзі олардың сөйлеуінің дамуына әсер етеді. Туылғаннан кейін олар өте кеш отыра бастайды, олардың физиологиялық ерекшеліктері болады. Сөйлей бастағанда көптеген қиыншылықтарға кездеседі. Олар мектепке барған уақытта мұғалімдердің оны түсінбеуі мүмкін. Айналасындағы балалар да оны мазақтай бастайды. Мұның бәрі оның психикасының дамуына әсер етеді. Кейбір бұндай реналик балалар осындай кемістіктерден ыңғайсызданып, мектепті тастап кетеді, немесе көп сөйлемейтін жұмыс, немесе көп сөйлемейтін мамандық істей бастайды. Жақсы, келесі. Сөйлеу тілінде кемістіктердің ішіндегі ең кең тараған түрі, көп тараған түрі ротацизм. Бұл р дыбысының айтылуындағы мүмкістік. р дыбысының айтылуындағы. Немесе ламптацизм, л дыбысының айтылуындағы мүкістік. Ал енді таңдай дыбыстарының айтылуындағы мүкістіктер, олар каппацизм, к дыбысын, гамматизм, г дыбысын, хитизм, х дыбысын, иотацизм, и дыбысы. Шолақ и дыбысын айту қиындық келтіреді балаларға. Енді логопедтерде, конечно, әрине бұндай балалар өте жиі келеді, олар осылайша анықтайды қай түріне жататынын кемістіктердің, сол бойынша жұмыс жасайды, істейді. Кемістіктердің ішінде туа пайда болатын кемістіктер және туа біткен кемістіктер және жүре пайда болатын кемістіктер деген болады. Туа біткен кемістіктер прогнатия, жоғарғы жақ төменгі жақтан алға шығып тұрады. Жақ сүйектері. Бұл әрине бар, мұндай балаларда физиологиялық кемістіктері бар балалар бар. Мұндай жағдайда әрине тіл дыбыстарының айқын, еркін шығуы мүлдем жүзеге аспай қалады. Прогения, төменгі жақ алға шығып тұрады, жоғары жақ тартылып тұрады. Тістердің дұрыс орналаспауы, арасында жаңағы с дыбыстары дұрыс айтылмайды деген сияқты, ш дыбыстары дұрыс айтылмайды. Еріннің кемістіктері әртүрлі, оны білесіздер, әртүрлі кейбір еріндер мысалға жарылып бітеді. Таңдайдың параличі, мана айттым, таңдайдың параличі жұп-жұқа болады да, ол жаңағы еркін дыбыс шығаруға мүмкіндік бермейді. Бұл туа пайда болған кемістіктер. Ал жүре пайда болған кемістікке жататын көптеген дыбысты дұрыс айтпай, бұрыс айтады. Мысалға, р әрпін ыл немесе ғ деп оқитындар да кездеседі. Қазір қ менен г әрпін т деп, р-ны м-ға ауыстырып, л-ны у-ға алмастырып, с, ш, ж, з әріптерін ч етіп айтатындар бар. Яғни дыбысталу жағынан бір-біріне ешқандай қатысы жоқ дыбыстарды алмастыру өте жиі кездеседі. Бұл қайдан шыққан проблема? Бұл баланың жасынан сөйлей бастағанда оған ешкім бақылау жасамаған. Қалай сөйлесе, солай бетімен сөйлей берген.
мән бермеген ешкім үлкендер тарапынан. Сен дұрыс айтпай отырсың, сен былай айтуың керек деп оны жөнге салмаған. Өйткені әрбір дыбысты айта бастаудың өзі ол үлкен проблема, мәселе ол. Мысалы, ырды айтқызады ғой, қазақтар ырды айтқызады. Ыр деп айтқызады, сиыр, тағы не, шатыр, бар. Осындайды баланы үйретеді. Ол әрине ыр дегеннен бірден дұрыс айтылып кетпей, кейде мынандай жағдай болған, сиыр деп айт десе, бұзау деп айтатын балалардың өзінің логикасы жұмыс істеп кетеді сонда. Ана ырдың қиындығын біледі, оның орнына басқа сөз айтады, сиырдың бұзауын айтып кетеді. Мұндай жағдайлар бар. Дегенмен үлкендер, қазақтар бұл мәселеге жақсы көңіл бөлген. Дыбыстарды айтқызуға тырысқан. Қазір бізде көп адамдар оған мән бермей қалады. Сондықтан да бір-біріне мүлдем ұқсамайтын дыбыстарды ауыстырып, алмастырып айтып жату кездеседі. Бұл үлкейе келе қалыптасып кетеді. Бұл үлкен жүре пайда болатын кемістіктердің біріне жатады. Бұрын логопед дегенді қазақтар біле бермейтін, естімейтін де. Ал бүгінде қазір екінің бірі біледі. Өйткені логопед бүгінгі күні өте қажет. Кез келген баланың бойында осындай кемістіктер кездесетіні рас. Мысалы, Астанадағы жекеменшік балабақшасына қыркүйекте естияр тобына 3,5-4,5 жас балалардың 20 бала келген. Соның 12-сі жасына сай дұрыс сөйлей алмаған. Ал ересек тобына келген 18 баланың 10-ға жуығының ғана сөйлеуде мүмкіндігі, кемшілігі болған. Бұл деген сөз арнайы мектептер ашыла бастады деген сөз, жекеменшік мектептер. Себебі бала саны, кемістігі бар балалар, ауытқушылығы бар балалардың саны күннен күнге көбейіп келе жатыр. Қарапайым айтсақ, жалпы тіл мүкістігі қалай шығады десек, оны әркім айтады ғой, емізік салма баланы, кейін тілі шықпай қалады деп айтады. Жалпақ сөзбен осылай айтады. Емізік берме, баланың тілі шықпай қалады. Баланың тілі шығады, бірақ оның тілі ауытқушылықпен шығады. Емізікті көбейген балалардың таңдайы тереңдеп, икемсізденеді. Артикуляциялық қозғалысы нашарлайды. Таңдайдан болған ақаудың әсерінен әріптер дұрыс дыбысталмайды. Сондықтан да қазақ балалары бұрын емізік дегенді мүлдем білмеген. Өскен ғой. Соңғы кезде ата-ана өзінің тыныштығын ойлап емізік беріп қоятын болды. Сондықтан да бұрынғы балаларда мұндай проблемалар сирек болған. Екінші себеп ата-ананың баласымен әңгімелеспеуі. Мәселен, бала 1 жаста мына айтты қой, 10 сөзге шейін айтуға керек деп. 2 жаста 200-300, 3 жаста күрделі сөйлемді айтады дедік. Бірақ осыны ата-ана көңіл бөле ме осыған? Қалай дамыса, солай дами береді. Табиғи түрде бала өзі не қабылдады, не айтты, соны айтып жүре береді. Мектепке жақындағанда ғана, немесе мектепте оқып жүргенде ғана ата-аналардың, мұғалімдердің айтуыменен, мына балаңыз сіздің дұрыс сөйлей алмайды, ойын дұрыс жоқ сөйлей алады, бірақ ойын дұрыс жеткізе алмайды деген қайдан шығады? Осындай отбасында, немесе балабақшада жүргенде сөйлеуге еркін үйренбегендіктен шығады. Бұл ол баламен әңгімелеспегеннен, баланың өзінің ойын қайталап айтып беруге үйретілмегендіктен шығады. Менің есімде, өзіңіз айта бересіз деп ойламаңыздар, бұл да сіздерге пайдасы тие ме деп жатырмын. Менің анам марқұм ол кезде жаңағы соғымбасыға шақырттырады біреуді, баланы жұмсайды ғой, телефон жоқ. Сонда біреудің үйіне жібергенде мені жарты жылдан қайтарып алатын, айтатын. Не айтасың? Қайда барасың? Анда барам. Не айтасың? Тамаққа шақырам. Қалай айтасың? Дұрыстап айт. Бір сөзі қалдырмай, сол анамның айтқан сөзін түгел айтуым керек болатын. Өйткені қазақ білген, әрбір айтылған сөздің жіберген адамның көңіл күйін, ол кісіге деген құрметін білдіретінін, сездіретінін ол кісі мән беріп сезген. Сөйтіп баласының да соны дұрыс жеткізгенін қалаған. Дұрыс жеткізілмеген сөз барған жерде дұрыс ұғынықпай қалады. Кейбіреудің арасында өкпе реніш туғызуы да мүмкін. Өздеріңіз күнделікті сөйлегенде байқап көріңіздерші, мұндай нәрсенің өте рөлі зор. Үшінші себеп баланың топырақта ойнамауынан дейді. Яғни баланың моторикасы жақсы дамымаған. Айтады ғой, моторикасын дамыту керек, ұсақ моторикасын. Мысалы, яғни қолдың бұлшық еттері мен саусақтарындағы нүктелер жақсы қызмет істемей қалған. Бұл үшін бала қазақтар өте тамаша ойын ойлап тапқан кезінде асық ойнау. Баяғыда шекем тас деген ойын болған, бір қанша тас есімде жоқ. Соны тастарды жаңа қолымызға жинап, лақтырып, жинап, 2-ден, 3-ден, 4-ден, 5-ден жинап үйренетінбіз, ойнайтын едік. Жарысатынбыз. Асық ойнау деген қандай керемет.
жаңағы отырып қанталапай ойнап мысалға мынамен мынаны ату, мынамен мынаны атып алу деген сияқты. Әрі зеректікке үйретеді, жылдамдыққа үйретеді, әрі қолың моторикасы бұл жігіттері жақсы дамиды. Осындай нәрселер өте жақсы балаға ықпал жасайды. Топырақта ойнау деген сөз осы. Топырақта ойнау деген сөз далада отырып алып ойнау деген сөз ғой енді. Құмда отырады қазір біздің балалар. Енді ауылдың балалары әрине топырақта, көгалда, топырақта ойнайды. Таза жерде ойнайды. Мына ойнауға жақсы жер екен деп асық қойғанда естеріңізде ме, тақыр жерге қояды әдейі. Асық түзу тұру керек, жақсы көрініп тұру керек. Топырақта ойнау деген осы. Не осындай себептер емізіктен, баланың мен әңгімелеспеуден баланың топырақта ойнауы. Бұл таза қазақи кемістіктер болып табылады. Нағыз қарапайым кемістіктердің бірі болып табылады. Баланың сөйлеу тілі патологиясы негізгі себептері неден дейді? Біріншіден, бұл енді айтайық медициналық тұрғыда алайық. Әртүрлі ішқұрсақтық патология, яғни балаға ананың жүкті кезінде болатын патология. Бұл баланың тіліне әсер етеді екен. Ең ауыр кемістіктер іштегі нәрестенің 4 апталық пен 4 айлық аралығындағы дамудың бұзылуынан пайда болады екен. Іштегі нәрестенің дамудың бұзылуынан анасының ауыр аяқ жүрген кезіндегі, 2 қабат жүрген кездегі токсикоз, вирусты және эндокринді аурулар, жарақаттар, резус фактор бойынша қанның сыйымсыздығы. Енді дәрігерлер әрине сақтандырады ғой. Ана жүкті болғанда ауырмаңыздар, үйтпеңіздер. Бәрі дұрыс. Осы кезде әсіресе 4 апталық, естеріңізге сақтаңыздар, пен 4 айлық кездегі аралығындағы ауру баланың тіл мүкістігіне алып келеді екен. Екінші, босану кезіндегі жарақаттану, немесе босану кезіндегі асфиксия, оттектің жетіспей қалуы. Бұл да баланың тіл мүкістігіне алып келеді. Үшінші, өмірінің алғашқы жылдарындағы баланың өз басындағы әртүрлі аурулар. Өкпе ауруы, басқа аурулар. Бұл баланың тілін доғарады. Кемістік дейді, олқылық жасайды. Бас сүйегінің жаралануы, баланың жығылып қалуы баспенен. Тұқым қуалаушылық факторлары. Бұны ешқандай алып тастай алмайсыз. Әлеуметтік тұрмыстық жағдайлардың қолайсыздығы. Бұл баланың тұрмыс жағдайындағы кемшіліктер. Ойыншық жоқ, аз. Күндегі жейтіні бірыңғай тамақтар. Баланың ой өрісі дамымайды. Баланы сыртқа алып, әртүрлі жағдайда қыдыртып, өмірдің түрлі жағдайларын танытып, онда не болып жатқан жағдайларды, оқиғаларды сөйлеттіріп, яғни баланың дүниеге көзқарасын кеңейтудің мүмкіндіктерінің жоқтығы. Бұл әлеуметтік тұрмыстық жағдайлардың қолайсыздығы болып саналады. Жоғарыда атап өтілген себептердің өзгешеліктеріне қарай 2 түрлі болып шығады бұлар. Біріншіден, табиғи себеп. Бұл бас мидың қабығында орналасқан тіл механизмдерінің анатом-физиологиялық құрылысының қатты бұзылуына байланысты. Бастағы мидағы орналасқан тіл механизмдерінің бұзылуына байланысты. Бұл табиғи себеп. Онысыны бастың мидың ішіндегі механизмдерді реттемейінше қиын. Омыртқадағы жолында, мысалға әртүрлі жолындардың әрқайсының белгілі бір жердегі функциялары бар. Осылардың бұзылуы бұл тек қана медициналық жолмен ғана жүзеге асады, жөнделеді. Екінші функционалдық себептер деген әдеттегі күйінше тек қана тіл механизмдерінің бұзылуы. Бұл ауыз қуысындағы тілдердің механизмі. Жаңа айттық қой, тіл мен жақтың былай орналасуы, астыңғы жақтың орналасуы, таңдайдың орналасуы, тіл асты жел безегінің дамымай қалуы, қысқа болуы, ұзын болуы. Міне осындай жағдай бұл функционалды себептер. Үшінші, бұл екі себептер, кемшіліктердің осындай 2 түрлі себебі бар екен. Енді тіл кемшілігінің ішіндегі және бір өте күрделі кемістіктің бірі бұл тұтықпа. Тұтықпа деген сөйлеу аппаратының бұлшық еттерінің тырысуынан сөйлеудің қалпы бұзылады. Бұл кезде адамда сөйлеудің ырғағы, тыныс алу реті нашарлайды. Кейбір дыбыстарды созып айтады, немесе кейбір буындарды созып айтады. Мысалы, деп мысалға дыбыстарды созып айтады, немесе деп мектеп дегенде ені созып айтады, дыбыстарды буындарды созып айтады. Немесе қайталайды, кітап деп. Еріксіз мүдіреді, іркіледі. Бұл іркіліс кейде тым ұзаққа созылып кетеді. Тұтықпа көбінесе мектепке дейінгі балада 2-6 жас аралығында кенеттен немесе біртіндеп пайда
болады. Тұтығу деген бұл үлкен ауыр кесел. Оның себептері: бірінші, қорқудан болады. Бір нәрседен қатты қорқып қалса. Екінші, баланың түрлі инфекциялық аурулармен жиі ауруынан болады. Үшінші, ата-ананың өзінің тұтығып сөйлеуінен болады. Бала соған дағдыланады, соны естиді, соны қабылдайды. Солар қалай сөйлесе, солай сөйлеп кетеді. Төртінші, шамадан тыс жазалау әдістерінен болады. Қатты қорқытып, ата-ананың өзі. Ана бірінші қорқу табиғаттан бола ма, судан қорқа ма, жүзіп жүріп қорқып қала ма деген сияқты. Ал екінші қорқу бұл ата-ананың тым қатты жазалауынан болады. Жазалауынан. Тұтығудың пайда болу себебі көп дедік. Жұқпалы аурулардан кейін немесе әділетсіз баға жалтақ сөйлеуге, қорқып сөйлеуге алып келеді дедік. Мысалға, жалтақтап тұрады балалар, қорқып тұрады, айтсам жақтырмай қалама деп. Ойын тез жеткізе алмайды. Дұрыс айтам ба, дұрыс айтпайым ба, тағы да ұнамай қалам ба, ол үшін таяқ жейін бе, жазаланам ба. Мұның өзі осындай баланы өте бір әділетсіздікке алып келеді. Әділетсіздіктің кесіріне алып келеді. Кейде ата-аналар балаларының қабілетін мақтаныш көріп, оған көп өлеңдер жаттатқызып, елдің алдында айтқызатын болады. Бұл да балаларды қиындыққа алып келеді. Орталық нерв жүйесін шаршатады, тілдің сөйлеу анализаторларын бұзады, тұтығуға жол береді. Өйткені өлең көп, оны есіне бәрін сақтай алмайды, тоқтап қалады, тұтығады, еркін айта алмайды. Осындай тұтығудың бірнеше себептері бар екен. Бұл да бала тілі кеселінің, ауытқушылығының үлкен түрі. Логопедке қандай уақытта балалар ата-ана жүгіну керек? 1 жасқа дейін бала күлмесе, қызармаса, алғашқы сөздерді айтпаса. 1 жасқа шейін балада бір эмоциялық ерекшелік болмаса. Бала ылғи бір сыдырғы болса, көп күлмесе, бала ойнау керек қой, қуану керек. Сіздің шақыруыңызға бір әртүрлі реакциялар беру керек. Осындай болмаса, апару керек логопедке. Демек, ода дамудың белгілі бір эмоцион түрінің дамуы болмай жатыр. Екінші, 2-3 жастың аралығында нәресте мүлдем сөйлемесе, немесе өзінің бір тілінде сөйлесе, адам түсінбейтін тілде сөйлесе, сізді түсінбесе. Үшінші, 3-6 жас аралығында сөздік қоры нашар болса, грамматикалық қателер деген толып жатса, дыбысталу бұзылса. 4-ші, 6 мен 9 жас аралығында бала қате жазса, әріптерді төңкеріп жазса, әріптерді жиі қалдырып кетсе, арасындағы әріптерді, логопедтің көмегіне жүгіну керек. Енді тіл мүкістігінің бірнеше жолына қарайық. Сигматизм – бұл С, З, Ц, Т, Ж, Г, Ш әріптерін дұрыс айтпау. Екінші, сақаулық – Р әріпін айта алмау. Лямб – датсизм дейді, Л әріпін дұрыс айтпау. Үшінші, быдықтық – дауыс ырғағының бұзылуы, немесе дыбысты дұрыс айта алмаудан сөздің түсініксіз шығуы. Быдықтық деген сөз бар ғой, не деп айтып отырсың дейді ғой, түсініксіз айтып отырсың ғой, дұрыстап сөйле дейді. 4-ші, дизартрия – әріптерді дұрыс айта алмағаннан сөздің көркемдігінің бұзылуы, сөздің әрінің бұзылуы, жойылуы. Бұл тіл мүкістігінің бірнеше осындай түрлері бар. Тіл мүкістігінің пайда болуына себептер неден болады дейді? Ең негізгі себеп баланы дұрыс тәрбиелемеу. Яғни ата-анасының не бала бақшасы тәрбиешілердің баланың жастайынан қалай сөйлей бастағанына көңіл бөлмегенінен, көңіл аудармағанынан. Екінші, ауыз аппаратында кемістіктер, тістің қисық шығуы, таңдайдың, тілдің жырық боп туылуы, бұл тіл мүкістігінің үлкен кесірі болады. Үшінші, айтылған сөзді дұрыс естімейді. Демек, құлағында оны мүкіс бар деген сөз. Құлағында кемшілік бар. Жүйке жүйесінің зақымдануынан сөздің бұзылып шығуы. Мысалы, миға қан құйылса, сөз дұрыс шықпайды. Осындай жағдайлардың әсерінен бала тілінде ауытқушылық пайда болады екен. Бала тәрбиесінің дұрыс болмауынан болған тіл мүкістігін емдеуді айттық қой, мана логопед дәрігері емдейді, немесе хирургиялық жолдармен емдеуге тура келеді. Ата-аналарға қандай кеңес беруге болады осы тұрғыда? Тісті көрсете отырып, барынша күлу. Зейінді беттегі қысымға аудару. Ата-аналар осыны жасаттыру керек. Бала күлгенде тісін көрсетіп барынша күлу керек. Бетіндегі сонда зейін
қысым, зейінді беттегі қысымға аудару керек. Екінші, ерінді алға шығара отырып 10 секунд бойына үрлеу. Ерінді алға шығарып 10 секунд бойында үрлеу үйрету керек соны. Тілді алдыңғы тіске тіреп, зейінді тілдегі қысымға аудару. Қатты. Ауызды ауаға толтырып, көзді барынша ашу. Дауысты дыбыстармен жұмыс. Тілінде кемістігі бар балаларға сөздегі дауысты дыбысты бөліп айтуды үйрету. Дем шығару арқылы дауысты дыбыстармен жұмыс істеу. Осылайша үйретіп отыр. Үнемі тренировка дейді ғой, жаттығу жасату. Алтыншы, санау жаттығуларын жасау кезінде бір тыныста демал, тоқтамай санау. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Осылайша сандар. Сосын оны кері қарай санатып үйрету. Әрі зейінге жұмыс істейді. Әрі бала бір тыныста, бір тыныс алуда бүкіл әңгімені бітіріп тастайды. Бұл оны жылдамдыққа да үйретеді. 4-ші, 7-ші, көбірек бала ән шырқау керек екен. Бұл мамандардың айтатын әңгімесі. Барлық ата-ана өзінің баласы үшін алаңдайды ғой. Сондықтан ол баланы емдеуге тырысады, білуге тырысады. Баланың жақсы сөйлегенін армандайды, балаға айтады, еркелемей сөйле, дұрыстап сөйле, деп айтып отырады немесе, әдейі істейді, ол бәрін дұрыс айтады, өз әшейін әдейі істейді деп, осындай сөздерді вообще сөздік қордан алып тастау керек. Баланың көзінше балам дұрыс сөйлемейді, логопедке апару керек деген әңгімені мүлдем айтпау керек. Бала өзінің кемшілігі туралы ата-анасының немесе басқа біреудің аузынан естімеу керек. Оларды қолдап, қайта көмектесуге тырысады. Тұтықпадан арылу мүмкіндігі бар. Ол ертелі кеш арылады. Сөйлеу ырғағын қайтадан қалыптастырып, кез келген жаста тұтықпаның белгілерін басуға немесе жоюға болады екен. Одан бір жола құтыла алмау өз-өзіне деген сенімсіздіктен туады, немесе емделуге дұрыс мән бермеуден болады. Әйтпесе тұтықпаны жазуға, реттеуге болады. Тұтықпаны түзету үшін ең алдымен адамның өзіне деген сенімі жоғары болу керек. Бір ана егіз қызын алып келген дәрігерге. Қыздарым бәрін түсінеді, бірақ сөйлей алмайды деген. Логопед оған диагностика жасамас бұрын анасынан тіл кемістігінің себебін анықтаған, яғни анамнез жасаған. Сонда жүктіліктің кезінде анасы тұмаумен ауырған екен. Токсикоз, вирусты және эндокринді аурулар. Бұның барлығы баланың болашақ тіліне әсер етеді. Сондай-ақ анасының босану кезін жарақаттануы дедік. Қыздарды невропатолог дәрігерге жіберген, олар арнайы дәрі-дәрмек алған, витаминдер ішкен. Осындай түзету жұмыстарының арқасында қазіргі кезде бірнеше айға созылған бұл жұмыстар. Қазіргі кезде 2-3 буынды сөздерді дұрыс айта алатын дәрежеге жеткен. Демек, емдеп жазуға болады екен. Мектеп жасына дейінгі балалардың сөйлеу дағдысын дамытудың жолдары қандай? Бұған жалпы осындай сөйлеу дағдысын дамыту үшін бағдарлама жасалынған. Негізгі басты көңіл бөлінетін нәрсе не? Баланың байланыстырып сөйлеуін, сөздік қорын байыту. Сөз бен сөзді байланыстырып сөйлеуге үйрету жасынан. Екінші, өз ойларын басқару және өзінің ішкі ойын түсіндіре білу. Не айтпақшысың? Айт, жасқанбай айта бер, мен сені тыңдап отырмын. Оған қолпаштау көрсету, оған жәрдем беру, оны сөзге итермелеу, әңгімелеуге итермелеу. Осы айтылғандардың бәрі уақытында жасалып отырса, бала өзінің ана тілі арқылы ойын жеткізе алатын болады. Ол барлық заттарды біліп қана қоймайды, оларды жіктейді, топтайды, әр заттың қайдан, неден жасалғанын. Көшеде жүргенде балалар сұрайды, мынау не, мынау не, мынау не. Осыған кейбір ата-аналар ерініп, болды енді айта берме. Немесе көпшілік орындарда, көпшілік транспортта отырғанда баласы былдырлап, әр нәрсені айтқысы келеді. Кетіп бара жатқан нәрсені көрген, шешесіне жеткізгісі келеді, қуанышын жеткізгісі келеді. Сондайда кейбір ата-аналар баланы жауып тастайды. Сөйлей берме, мұнда көп кісі отыр деп. Олай ешқашан тоқтатпау керек. Баланың ойымен бірге сөзі дамиды, тілі дамиды. Ойын дамыту арқылы тілін дамытып отырған балаларға ешқашан кедергі келтірмеу керек. Сондықтан бала білем деген нәрсесін біліп, көрем деген нәрсесін көріп, айтам деген сөзін міндетті түрде сыртқа шығарып айтуға тырысу керек. Бала тілін дамытуда балабақша тәрбиесінің рөлі өзгеше дедік. Сөйлеу тілін дұрыс қолдануда, сөйлеу мәдениетін жетілдіруде қоршаған орта, көркем әдебиет өте үлкен рөл атқарады. Бұл жерде әрине жаңағы жақсы кітаптардан балаларға әңгіме айтып беру ата-ананың өзінің. Біздің кезімізде мынандай жағдай болған, мынандай кітаптар оқыған, онда мынандай нәрселер айтылған. Қызықтыру кітапқа баланы. Түсініңіз бе? Немесе жаңағы әдебиетпен шұғылдануға
мән беру, көркем әдебиет оқытуға мән беру. Бұл баланың ой өрісін дамытып, тілін дамытады. Сөздік қорын дамытуда ойын, тапсырма жаттығулардың орны ерекше. Ойындардың түрі көп екен, мен, сен, ол, кімде не бар деген сияқты. Ойындар ерекшеліктеріне қарай бірнеше түрге бөлінеді. Бірінші, сюжетті рөлді ойындар. Үйде отырғанда да, бақшада да мысалға балаларға осындай ойын беру керек. Сюжеті бар ойындар. Түсініңіз бе, белгілі бір мақсатты ойнау керек. Қалай болса да ойнамайды. Дидактикалық ойындар, танымдық ойындар жарайды. Мысалға, мынау не, жасырып, тауып, айту, бұл неден жасалған, бұл неден жасалған. Құрылыс ойындары өте жақсы. Құрылыс ойындары. Қазір сондай конструкциялар көп, балаларды үйрететін. Пароход жасап кетеді балалар, самолет жасап кетеді әдемі. Қимылды ойындар, жүгіріп ойнайтын ойындар, бірін-бірі табуы, балалардың іздеуі, немесе ұлттық ойындар. Балаларды жаңағы қыз балалар жаңағы бесікте тербетіп, ән салып үйретіп ойнау деген бұрыштар болады арнайы бақшаларда. Осыған қоса баланың сөздік қорын байытып, орынды қолдана білу үшін оларға жаңа сөздің мәнін ашу үйретіп отыру керек. Жаңадан пайда болған сөз болып қалады ғой, ойда жоқта кездесіп қалады. Бұл не деп бала түсінбей, бәрін түсініп отыр бала. Мына сөз түсінбей қалды. Тоқтау керек, асықпай, ол сөздің мәнін жақсылап тұрып жете түсіну керек. Қайталап бірнеше рет айту керек. Түсінген, түсінбегенін сұрау керек. Немесе мақал, мәтел, жұмбақ, жаңыртпаш ертегілерді пайдалану керек, айтқызу керек. Ертегілердің кейіпкерлерін сынау керек. Неге бұл жаман, неге бұл жақсы, бұл сөйту керек бе, бүйту керек бе, беру керек бе, бермеу керек бе, неге? Көрдіңіз бе? Сұрақтар көп өте. Осының барлығын егжей-тегжейлі айтып, баланың тілін дамытып отыру қажет. Сонымен қатар балалардың сөйлеу дағдыларын қалыптастыруда мынандай міндеттерді орындауға болады. Баланың сөздік қорын қалыптастыру, белсенді түрде байыту, бала тілінің дыбыстық жағын жетілдіру, мәнерлі де мәдениетті сөйлеуге дайындау, тәрбиелеу, тілдің грамматикалық жағынан қалыптастыру, грамматикалық формалардың ауытқымай сөйлеуге машықтандыру. Мысалы, қазір біз қазақ тілі мұғалімдері көп күресеміз, тіпті дикторларға шейін кейде мысалға, мен айту керекпін, сен айту керексің, осындай бір сөздердің құрылымы бар. Айтуым керек деп келмейді, айту керекпін, айту керексің. Көп осындай ауытқушылықтар көп кездеседі. Ол үлкен адамдардың тілінде кездеседі. Бұндайға жол бермеу. Ауызекі сөйлеу тілін қалыптасып дамытылуын іске асыру, яғни адамдардың бір-біріменен әңгімелесу стилін дұрыс жолға қою. Сөздерді аяқсыз қалдырмау. Қойылған сұрақты түсінікті етіп қою. Қойылған сұраққа түсінікті жауап беру. Толық жауап беруге үйрету керек. Балалар құмар. Мынау дегеніне бір-ақ сөзбен айтады. Сондайда бір нәрсенің теориясын сұрасаңыз да бір-ақ сөзбен айтып бере салады. Жылдам құтылғысы келеді. Жоқ, түгел айтқызуға дағдыландыру керек. Көркем сөзге өзінің ойын монологты түрде жеткізуге тырыстыру керек. Монологты түрде. Жеке ойыңды айтшы қан дегенде бала еркін айтатындай болу керек. Өзінің алған әсерін, сен қайда барып келдің? Мен Алматыға барып келдім. Алматы қандай қала? Алматы әсем қала. Кәне енді осы туралы өзіңнің ойыңды айтшы деп. Ұнаған жеріңді айт. Қандай нәрсе сені қызықтырды? Бір-екі сұрақ қойыңыз да баланың өзіне еркіндік беріңіз. Ол өзінің ойын түгел айтып жеткізсін. Түгел әдемі айтып жеткізуге тырысу керек. Немесе көркем сөзге баулу, сауаттылыққа баулу. Осы жерде әрине баланың ерте жастан әдемі сөйлеуі өзінің отбасындағы ата-анасының, отбасы мүшелерінің бір тілде және таза сөйлеуіне байланысты болып шығады. Бүгінгі лекциямыз қысқаша болған шығар деп ойлаймын. Осы негізгі әңгіме бүгін сол бала тіліндегі олқылықты болдырмау, әртүрлі олқылық десек енді ол кемшілік болып қалады. Бұл енді ауытқушылық деп есептейікші, ауытқушылық болдырмау. Содан құтылудың, оны болдырмаудың жолдары туралы біз бүгін түгел сіздерге айттық деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса, біліп, дайындалып, зерттеп жүрерсіздер деген үміттемін. Рахмет сіздерге. Сау болыңыздар.